Ассаламуалейкум достар. Бүгінгі видеода қалай турникте дұрыс тартылуды және турниктегі 5 қателік туралы айтатын боламыз. Және видеоның соңына дейін қарап отырыңыздар. Видеоны аса лайк басып және де арнаға тіркеліп отырыңыздар. Олай болса, кеттік. Бірінші қателік ол мынадай, яғни турникті дұрыс ұстамауында. То есть, бас бармақты бұлай бүйтіп ұстау керек. Осылай ұстаған кезде дұрыс болады. Ал негізінде бұлай өте дұрыс емес. Біздегі екінші қателік негізінде көбісінде болады. Бұны өте қайталамауға тырысыңыздар. Бұл өте ешқандай пайдасы жоқ. Ол мынадай. Яғни достар, бұл жерде айтқым келіп тұрғаны дұрыс тартылу жолы мынадай. Яғни толық көтеріліп, толық түсу керек. Не бұлай емес, міне. Толық түсу керек, яғни денені босату керек. Міне бұлай. Осылай дұрыс болады. Және үшінші қателік, бұл да жиі болып тұратын жағдай. Яғни турник тартылып отқан кезде біреулер аяқты бүгіп алады. Тізені бүгуге болмайды. Тек қана аяқты тік ұстау керек, міне. Осылай. Осылай дұрыс. Достар, мен осы бала кезімде бір дос баламнан или білмеймін бір кісіден бір кішкентай балаға бұлай тартылуды үйретіп атқан, бірақ бұл қате жолын үйретіп атқан, бұл дұрыс емес. Яғни бұлай осылай сілкініп тартылуға болмайды. Нақты тартылу керек. Сілкінуге никак болмайды, міне. Тартылған кезде тек қана қолдың күшін салу керек, міне. Осылай өте әдемі болады. Және бізде соңғы 5-ші қателік, достар. Бұл да жиі қайталанып тұратын жағдай, яғни қателік. Бұны да қайталамауға, яғни бұны дұрыстауға тырысыңыздар. Бұлай, яғни қараңыздар, бұлай майысып тартылуға болмайды. Бұлай болмайды. Нақты, міне, бұлай болмайды. Алға қарай бүкірей қалыңыздар. Сол кезде әдемі болады. Ол бұлай. Дұрыс жолы. Сонымен достар, видеомыз өз мәресіне келіп жетті. Егер видеоны аса лайк басып, және де арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып отырамыз. Және каналға достарымызды, жақындарымызды шақырып, оларды да спорт жағына тартамыз. Сонымен видео бітті. Давайте. Кот насертизи, черт подахай. All the things that you say to me, all the times that you come over to stay with me.